Сәлеметсіздер ме? Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге Бахрайн әңгімесін әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша каналдың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Студент атанып, қуанышым қойныма сыймай жүрген кез еді. Бойы сырықтай жігіт биге жиі шақыратын. Мен де бойшаңмын. Жеңгелерім жігітті үлкен қаладан таппасаң, біздің ауылдың қортықтары саған бай болып жармайды-ау деп жиі әзілдейтін. Сондықтан бірден келісімімді бердім. Сабырлы, салмақты, арамыз 7 жас. Мені бөпе деп еркелетеді. Еститінім малышка. Негізі мен өз анамның атын атап, әжем өлгенше оны жеңешем екен деп сеніп келдім. Әжем менен кейін де ұл туды. Ол кезде енелер келінмен жарысып туа беруші еді. Біздің заманда ғой 2 бала бітті. Анам жасауымды алып келді. Ішінде не жоқ дейсің? Мамам марқұм 6 жастан жинасаң асасың, 7 жастан жинасаң жетесің дейтінде. Қыз жасауын ерте бастау керек деп жылтырағанды көрсе, мынау менің қызымның жасауына лайықты екен деп әкеліп сандығына сала беретін. Айтпақшы, әжем кілең ғана ұл туған. Мені өмірге келген күні өз анамнан тартып алып жүргені де сондықтан шығар. 10 ұлдың ортасындағы жалғыз қыздың жасауы елде жоқ болады да, оны бағалайтын келін жұрт қайда? Күйеуімнің 2 апасы көрген жерден маған Бахран деп ат қойып алды. Рас, нарын құмында өстім. Маленькая старуха, аузын ашса бисмилля дейді. Басына орамал байлап алады. Аяғына шұлық. Бахран, түк көрмеген. Біз сені сонша үйленбей жүргеніңе қарап, ай десе аузы, күн десе көзі бар современная городская үйленер деп күтсек деген сөздерді еститінмін. Қайын бейкемнің қолынан байқамай түсіріп алған, көз алдымда быт-шыт шыққан хрустальдарыма қанша жаным ашағаны мен сыр бермедім. Зачем столько барахола деп жастығымды тепкенде көзімнен жас ытқып кетті. Енем бәрім көріп отырса да, тәйт қызына тәйт демеді. Әжем болса ғой, ондай әдепсіздің бас терісін үйтер еді. Жасау екендігі өз алдына жастық деген киелі зат қой. Сол жастықта өз інісінің басы жатпай ма? Назаландым. Бірақ қарғағаным жоқ. Қарғау дегенді білмейтінмін. Күйеуімнің жұмыс бабымен басқа қалада тұрып жатқанбыз. Хат келді. Жолдасым дауыстап әдейі оқыды. Сосын өзің шеш. Бар деп те айтпаймын, барма деп те айтпаймын деді. Қайын әпкем ұзақ сонар хатында мамасынан қатерлі ісік рак тауып отырғанын, асқынған түрі екенін, дәрігердің диагнозын ашып жазыпты. Негізі енесі ауырса келіндер бағуға міндетті екенін жазыпты. Менің 8 айлық ұлым бар. Кесір тілігімен босанғанмын, бірақ тәрбием жібермеді. Үлкенге ата-анаға құрмет, қызмет ету деген бар. Нәрестелі болып, амалсыз үзілген оқуымды жалғастырмақшы болып, құжаттарымды өткізіп қойғанмын. Бәрін тастадым да, баламды құшақтап енемнің үйіне келдім. Денелі ісік еді, жарықтық. Сонда бір құлатпай, отадан кейінгі тігісі әзер біткен. Қанымен аялай көтеріп, төсегін талай тазаладым. Тек әкең әл үстінде деген хабар келген соң сұранып 10 күнге төркінме кеткем. Келсем, енем сол аралықта көп нашарлап қалыпты. Түтігіп, где шиляшса деп қарсы алды. 2 мауыздай еркек көтер алмай құлатып алыпты. Дәретіне былғанған күйі жатыр. Көйлегін жыртып шешіпті. Ой, сұмдық-ай, тірі кісіні жыртып шешіндіріп, сонда да көз жасымды ішке жұта беріп, бәрін істедім. Жаны үзілген соң оң жаққа қою керек десем, сол төсегінде-ақ жата берсін дегені. О, тоба! Жасы 40-қа келіп қалған кезі апатайларымның. Кейін ол апайымның өз ұлдары неше рет үйленіп айырылысты. Қалалық келіндері өзінің көзіне көк шыбын үймелетті. Бір ұлы араққа уланып көшеде өлді, әйелі үйден қуып жіберген. Екінші ұлы бір жесір әйелдің қолына кіріпті жақында. Соған байғұс апатайым қуанып отыр. Қой, Алла сақтасын, өз ұлдарымнан аулақ деді.
Құрметті Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мені тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін.